Келесі жаттығуда мәтінді тез оқимын. Тыңдаңыздар. Айдан келген адам. Австралияға жақын жерде Жаңа Гвинея деген үлкен арал бар. 1871 жылы аралға Витязь кемесі жүзіп келді. Осы кемеден жағалауға тамаша ғалым әрі батыр адам Николай Николаевич Миклуха Маклай келіп түсті. Ол аралда қалып жергілікті тұрғындар папуастармен бірге тұрды. Ол папуастардан қорыққан жоқ. Оларға ешқандай қарусыз келіп кетіп жүрді. Ойге қажетті заттарды сыйға беріп, олардың тілін өрене бастады. Ал папуастар оған жеміс-жидектер, жаңғақтар әкелетін, бірақ жылдам қайтуға тырысты, себебі оған сенбеді. Уақыт өтіп жатты. Папуастардың өзіне үйренгенін, өзінен қорқытпайтынын Миклуха Маклай шыдамдылықпен күтті. Ол барлығын зерттеуді жалғастырды, айналадағының бәрін зерттеді. Папуастар тілінің сөздігін құрастырды. Олардың дәстүрін түсінуге тырысты. Өсімдіктер коллекцияның жинады, ормандарын алыс түкпірін аралады. Ұзақ және қауіпті сапарлардан ойге аман есен оралып жүргеніне өзі де кейде таңғалып жүрді. Миклуха Маклайдың жақсы адам екендігін ақыры папуастарда түсінді, оны өздерінің досы ретінде таныды. Ғалым олардың тіліне сөйлесуді үйренген кезде жердің үлкен екендігін, үлкен болып көрінген олардың аралының кішкентай екенін түсіндіре бастады. Ол өзінің алыс елден келгені туралы әңгімеледі. Олар Миклуха Маклай елінің қайда екендігін сұрағанда, ол өте алыс мұнда деп қолымен солтүстік жақта көрсетті. Ал папуастар Миклуха Маклайда айдан ұшып келді деп шешті. Олар оны айдан келген адам деп атай бастады. Жыл өтті. Бірде аралға үлкен кеме жүзіп келді. Кемедегі адамдар Миклуха Маклайда тірі деп ойламады. Ал оны көрген кезде бәрі қуаныштан ура деп айғайлады. Миклуха Маклай де осы кездесуге қатты қуанды. Ол өзінің коннекцияларын, хаттарын отанына беріп жіберіп, өзі осында қалуды шешті. Бірақ содан кейін қайтуға келісті. Ал папуастар оның аралда қалың қалада өтінді. Оның ешқайда кетпеуін өтінді. Ол аралға тағы да келуге уәде берді. Өзінің уәдесі орындап, араларға өзінің достарына үш рет келді. Қазіргі кезде Жаңа Гвинея аралының бір жағалауын Махалай жағалауы деп атайды. Арал тұрғандары Миклуха Маклайда ұмытқан жоқ. Ол туралы аңыздарда әңгімелейді. Келесі жаттығуда синхрон аудармасының жасауды тырысайық. Тыңдаңыздар. Человек с Луны. Близ Австралии есть большой остров Новая Гвинея. В 1871 году к острову прибыл корабль «Витязь». С этого корабля на берег зашел знаменитый ученый и смелый человек Николай Николаевич Миклуха Маклай. Он остался на острове и жил вместе с местными жителями-папуасами. Он не боялся их, приходил и уходил к ним безоружным, дарил нужные в быту вещи и начал учить их язык. А папуасы приносили ему фрукты, ягоды, орехи, но старались уходить быстро, потому что не доверяли ему. Время шло. Миклуха Маклай терпеливо ждал, когда папуасы привыкнут к нему и перестанут бояться. Он продолжал изучать все, исследовал все вокруг. Составил словарь языка папуасов, старался понять их обычаи, собирал коллекции растений, ходил в дальние уголки лесов. Порой сам удивлялся, как возвращался живым и невредимым из долгих и опасных странствий. В конце концов, папуасы тоже поняли, что Миклуха Маклай хороший человек, и признали его своим другом. Когда ученый выучился говорить на их языке, он начал объяснять, что земля велика, а их остров, кажущийся огромным, мал. Он рассказывал о своей далекой стране.
Когда они спросили, где находится страна Миклуха-Маклая, он сказал: «Далеко, очень далеко, там», и показал рукой на север. А папуасы решили, что Миклуха-Маклай прилетел с Луны. Они стали называть его «Человек с Луны». Прошел год. Однажды к острову приплыл большой корабль. Люди на корабле и не думали, что Миклуха-Маклай жив. А увидев его, все закричали от радости «Ура!». И Миклуха-Маклай очень обрадовался этой встрече. Он отправил свои коллекции и письма на родину, а сам решил остаться здесь. Но потом согласился уехать. А папуасы хотели, чтобы он остался на острове. Просили, умоляли его никуда не уходить. Он пообещал снова приехать на остров. Сдержал свое слово. Приезжал на остров к своим друзьям 3 раза. Сейчас один берег острова Новая Гвинея называется берегом Маклая. Жители острова не забыли Миклуха Маклая, рассказывают о нем легенды.